Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы негізгі және туынды сын есім. Бүгін біз сендермен су тіршілік көзі атты жаңа бөлімді бастағалы отырмыз. Бүгінгі сабақта негізгі және туынды сын есімді анықтайсыңдар. Мәтін мазмұны бойынша пікір білдіруге бағытталған сұрақтар құрастырып, оларға жауап бересіңдер. Балалар, жасырынған сөзді тапсаңдар, келесі оқитын мәтініміз не туралы болатынын біле аласыңдар. Ол үшін мұндағы жануарлардың алғашқы әріптерін тау сөзімен қосыңдар. Мұнда бізге барыс, арқар, суыр берілген. Табалдыңдар ма? Жасырынған сөз бастау. Бастау бұлақ, өзен суының басталатын жері. Ендеше қазіргі оқитын мәтініміз Мұраттың бастауы деп аталады. Мәтінді мұқият тыңдаңдар. Ойын алаңының арғы жағындағы кішкене жартастың түбінде бір топ құрақ өсіп тұрған. Бірде соның жанына барып демалып отырдық. Бұрын осы жерде бастау болған дейді атам. Әне жер дымданып жатыр. Қазып көрсек қайтеді? Мүмкін су шығар, деді Мұрат. Оның сөзін әркім өзінше күлкіге айналдырып жіберді. Мейлі, күле беріңдер, деп Мұрат өкпелеп кетіп қалды. Біз қайтадан ойынға кіріскенбіз. Мұрат келе жатыр, деп бір бала дауыстап жіберді. Жалт қарасақ, Мұрат келе жатыр екен. Қолында күрегі бар. Ол әлгі ойпаң жерді қазуға кірісті. 2-3 күрек бойы қазғанда су шығып, бүлкілдеп аға бастады. Бізде үн жоқ. Мұрат бізге күле қарап, бастаудың мөлдір суынан ішіңдер, деді. Біз бастау суын қос уыстай іліп алып, ішіп жатырмыз. Салқын су қандай тамаша десеңші. Балалар, мәтіндегі жылдыршамен берілген сөздердің мағынасын біліп алайық. Құрақ. Су жиегіне жайқалып өсетін балауса шөп, қамыс. Дымдану, дымқылдану, сулану. Ойпаң, төмен, ойлау жер. Бүлкілдеп ағу, судың бүлк-бүлк етіп ағуы. Балалар, енді мәтін мазмұны бойынша сұрақтарға жауап беріңдерші. Балалар қай жерде ойнады? Балалар ойын алаңында ойнады. Балалар ойнаған алаңда бұрын не болған? Алаңда бұрын бастау болған. Мұрат бастауды қандай белгілеріне қарап тапты? Жердің дымданып жатқанын көрді. Бұлақ суы қандай болады? Бұлақ суы таза, тұнық, минералды заттарға толы болады. Балалар, мәтіндегі сын есімдерді бірге атайық. Кішкене, ойпаң, мөлдір, салқын. Балалар, бұл сын есімдер негізгі сын есімдер болады. Қазақ тілінде сын есім негізгі және туынды болып екіге бөлінеді. Түбір сөзден болған сын есімді негізгі сын есім дейміз. Мысалы, қалың, әдемі. Түбір сөзге жұрнақ жалғану арқылы жасалынған сын есімді туынды сын есім деп атаймыз. Мысалы, өнерлі, саналы. Ендеше балалар, берілген сын есімдерді негізгі және туынды сын есімдерге ажыратайық. Ол үшін сөздерді сөз құрамына талдайық. Жаңа. Түбір сөз. Сол себептен негізгі сын есім болады. Келесі көк. Түбір сөз негізгі сын есімге жатады. Әдепті. Түбірі әдеп, т жұрнағы жалғанып, туынды сын есім жасалып тұр. Қалың. Түбір сөз негізгі сын есім болады. Атақты. Түбірі атақ зат есім. Оған т жұрнағы жалғанып, туынды сын есім жасалып тұр. Жүйрік. Түбір сөз
Сол себептен негізгі сын есімге жатады. Келесі көктемгі. Түбірі көктем, зат есім. Оған г жұрнағы жалғанып, көктемгі туынды сын есім жасалынып тұр. Келесі сүтті. Түбірі сүт, зат есім. Оған т жұрнағы жалғанып, туынды сын есім жасалынып тұр. Бәрекелді балалар, енді сендер де негізгі және туынды сын есімдерді ажырата аласыңдар. Берілген мәтінді бірге оқиық. Қайың біздің өлкемізде ең көп тараған ағаштардың бір түрі. Оның басы үкідей шоқтанып, биік болып өседі. Кәрі қайыңның ауыр бұтақтары жерге қарай төгіліп тұрады. Ашық жерлерде қайың кейде жеке дара өседі. Жазғы жасыл шөп пен гүлдердің ортасында тұрған ақ қайың өте әдемі көрінеді. Қайыңнан әсем жиһаздар жасайды. Балалар, мәтіндегі сын есімдерді табыңдар. Оларды негізгі және туынды сын есімдерге ажыратыңдар. Биік. Түбірсіз негізгі сын есім. Кәрі. Түбірсіз негізгі сын есім болады. Ауыр. Түбірсіз негізгі сын есім. Ашық. Түбірсіз негізгі сын есім. Жазғы. Түбірі жаз, зат есім. Оған ғ жұрнағы жалғанып, жазғы туынды сын есімі жасалынып тұр. Жасыл. Түбірсіз негізгі сын есім. Ақ. Түбірсіз негізгі сын есім. Әдемі. Түбірсіз негізгі сын есім болады. Және әсем. Түбірсіз негізгі сын есім болады. Балалар, мәтінді оқып, не туралы айтылғанын анықтап көріңдер. Оның ұзын құлағы, қысқа құйрығы және жылы жүні бар. Жазда жүні сұр, ал қыста ақ болады. Мәтін не туралы айтылған? Қоян туралы. Балалар, бізге жасырынған жануарды табу үшін қай сөз табу көмектесті? Дұрыс айтасыңдар. Сын есім. Мәтіндегі сын есімдер ұзын, қысқа, жылы, сұр, ақ. Затты сипаттаған кезде біз сын есімді қолданамыз. Естеріңнен шығармаңдар. Берілген сөздерді бірге оқиық. Біл, жүз, төз, тап, сез, байқа, сөйле, айт, сен. Бұлар бізде етістік. Осы етістіктерге ғыш, гіш, қыш, кіш жұрнақтарын жалғап, туынды сын есімдер жасаңдар. Білгіш, жүзгіш, төзгіш, тапқыш, сезгіш, байқағыш, сөйлегіш, айтқыш және сенгіш. Бәрекелді балалар, енді сендер туынды сын есімдерді жасай аласыңдар. Бүгінгі сабағымызды қорытындылайық. Бүгінгі сабақта негізгі және туынды сын есімдерді анықтадыңдар. Мәтін мазмұны бойынша пікір білдіруге бағытталған сұрақтар құрастырып, оларға жауап бердіңдер. Бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар.